Сәлем достар, сіздермен бірге Оңай каналы. Бүгін біз сіздерге қызықты тақырып ұсынбақпыз. Ол, сіз неге әлі күнге дейін бай емессіз және оның 7 себебі. Өмірде ақшаның маңызы жоқ деп айтатындар сізді немесе өзін алдағысы келетіндер қатарында. Шын мәнінде көптеген адамдар ауқатты болып, қалағанын алып, ақшадан таршылық көрмесем деп ойлайды. Алайда, ауқатты болу көпшіліктің қолынан келе бермейді. Сіз өзіңізге неге мен миллионер емеспін деген сұрақ қоясыз ба? Онда келесі тұжырымдарымызды қараңыз. Алдымен сіз өзіңізге жұмыс жасамайсыз. Әрине, сіз өз ісіңіздің қожайыны болсаңыз, миллионер болып кетуіңізге кепілдік жоқ. Бірақ біреуге өмір бойы жұмыс жасап миллионер болуға мүмкіндік аз. Бір жұмыспен өзіңіз алып жүрген жалақыны бірнеше есе алуға болатындығын есіңізден шығармаңыз. Мен бірден көп ақша тапқым келеді деп жұмысыңызды тастап тәуекелге бел буудың да қажеті жоқ. Оның орнына қазіргі жұмысыңызды өзіңіздің жеке бизнесіңізбен ұштастырып, ақырындап алға қарай жылжыңыз. Осылайша, сіз өзіңіздің қаржылық қауіпсіздігіңізді қамтамасыз етіп, өз ісіңізді дөңгелетуге мүмкіндік аласыз. Келесі, сіз тәуекелдерден қашасыз. Адамдар тәуекелге бармай миллионер болмайды. Тәуекел түбі жел қайық мінесінде кетесің. Бұл қолда бар барлық ақшаңызды бір жобаға ғана салып, немесе табысты ойланбай жұмсау деген сөз емес. Дұрысы, қолда бар ақшаны дұрыс инвестициялап, сауатты жұмсау. Банкке салынған ақшадан пайыз алып, ешкім бай болып кетпейді. Миллионерлер өздерінің қаржысын инвестициялау жолдарын жақсы біледі. Сіз өз идеяңызды пайдаланбайсыз. Бізде миллионер болуға идеялар күн сайын туып жатады деп ешкім айтпайды. Бірақ, егер мұндай идея туындаса, оған қайшы идеялар мен пікірлер де туындайды. Мақсатқа жету үшін армандау аз, әрекет ету керек. Миллионерлер табысқа жетіп жатқан басқаларды қарап, олардың өмірін бақылап отырмайды. Олар өзінің мақсатына жету үшін тынымсыз әрекет етеді. Сіз ақшаны ойланбай жұмсайсыз. Қазіргі заманда кез келген адамның миллионер болуға мүмкіндігі бар. Қаражатты тиімді инвестициялау және нақты мақсат бізді ауқатты етуге алғышарт бола алады. Алайда, сіз өз ақшаңызды қалай болсын солай жұмсасаңыз, сіз миллионер болу арманыңызбен қоштасасыз. Бір уақыт белгілеп, бюджетіңізді анықтап ақша жинай бастаңыз. Бұл сіздің жинақ қаражатыңызды ұлғайтып қана қоймай, мақсатқа жетуге зор мүмкіндік ашады. Сіз нақты мақсат қоймайсыз. Алдына нақты мақсат қоймаған адамдар ешқашанда бай болмайды. Сондықтан да табысқа жеткіңіз келсе, өзіңіздің алдыңызға нақты және дұрыс мақсат қойыңыз. Тек мақсат қана қоймай, оған жетудің тетіктерін қарастыру керек. Бұл сізге дұрыс таңдау жасауға, ақшаңызды дұрыс әрі тиімді жұмсауға, артық заттар алмауға көмектеседі. Егер сіз нақты ойыңыздағы мақсатыңызға ақша жинай бастасаңыз, онда тапқаныңыздың күнделікті қажет емес заттарға жұмсап жіберуден аулақ бола бастайсыз. Сіз уақытыңызды, күшіңіз бен энергияңызды дұрыс пайдаланбайсыз. Ешкім 12 сағат бойы диванда жатып, теледидар көріп миллионер болған жоқ. Әрине, егер сіз лотереяда миллион ұтып алған бақытты адам немесе бай мұрагер иесі болмасаңыз, негізі миллионер болу өте ауыр міндет екендігін есіңізден шығармаңыз. Миллионерлер өзінің уақыты мен энергиясын инвестиция деп есептейді. Олар бірден бай болып кетпейтіндігін жақсы түсінеді. Сондықтан, осы мақсат жылдар бойы қажырлы еңбек етеді. Әрбір бос минутыңызды мақсатыңызға жету үшін тиімді етіп өткізуге күш салыңыз. Және де, сіз пайдалы адамдармен қарым-қатынас жасамайсыз. Егер сіз еріншек, ертеңі үшін алаңдамайтын адамдармен аралассаңыз, ешқашанда табысқа жете алмайсыз. Сіз қасыңызда энергиясы көп, табысты адамдар жүрсе, онда жақсы жаққа қарай ұмтыларыңыз шындық. Табысты, өмірге позитивті көзқараспен қарайтын адамдармен дос болыңыз. Олармен көбірек араласуға тырысып, ақшаны қалай дұрыс инвестициялау, бизнесті жүргізу жолдарын үйреніңіз.
Мұндай адамдармен араласу сіздің мақсатыңызды айқындап, табысты адам болуыңызға өзінің көмегін тигізері анық. Осымен достар, бүгінгі айтылған тұжырымдамалардан сабақ алып, өз пайдаларыңызға жаратады деген ойдамыз. Сіздермен болған Оңай каналы. Келесі кездескенше достар.